Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық. Әрине. Құлпынай дәмі тәтті әрі пайдалы жемістердің бірі. Оның құрамында түрлі дәрумендер мен антиоксиданттар көп, соның арқасында адам денсаулығына тигізер пайдасы мол. Қазір сіздерге құлпынайдың 15 пайдалы қасиетін толық әрі түсінікті түрде айтып беремін. 1. Иммунитетті күшейтеді. Құлпынайда С дәрумені мол мөлшерде кездеседі. Бұл дәрумен ағзаның қорғаныс жүйесін күшейтіп, жұқпалы ауруларға төтеп беруге көмектеседі. 2. Антиоксиданттық қасиеті бар. Құлпынайда антиоксиданттар, антоцианиндер мен кверцетин сияқты заттар бар. Олар ағзадағы еркін радикалдармен күресіп, қартаю процесін баяулатады және қатерлі ісік ауруларының алдын алуға көмектеседі. 3. Жүрек саулығын жақсартады. Құлпынай қан қысымын төмендетуге, холестерин деңгейін реттеуге көмектеседі. Оның құрамындағы калий мен фолий жүрекке пайдалы. 4. Қан қысымын тұрақтандырады. Құрамындағы калий қан қысымын бақылауда ұстайды. Бұл әсіресе гипертониямен ауыратын адамдар үшін маңызды. 5. Қаназдықтың алдын алады. Құлпынайда темір мен С дәрумені бар. Бұл екі элемент бірігіп, темірдің ағзада жақсы сіңуіне жағдай жасайды, сол арқылы қаназдықтың, анемияның алдын алады. 6. Көз көруін жақсартады. Дәрумені мен антиоксиданттар көздің көру қабілетін жақсартады, катаракта және көздің басқа да ауруларының пайда болу қаупін азайтады. 7. Теріге пайдалы. Құлпынай теріні жасартады, безеулердің алдын алады және тері жасушаларының қалпына келуін тездетеді. Оны бетке маска ретінде де қолдануға болады. 8. Асқазан ішек жолына пайдалы. Талшықтарға бай болғандықтан құлпынай ас қорытуды жақсартады, іш қатудың алдын алады және ішектегі пайдалы бактериялардың көбеюіне ықпал етеді. 9. Қант диабетіне қарсы әсері бар. Құлпынайдың гликемиялық индексі төмен, бұл қандағы қант деңгейінің күрт көтерілуіне жол бермейді. Сонымен қатар инсулинге сезімталдықты арттырады. 10. Салмақты бақылауға көмектеседі. Төмен калориялы, бірақ дәрумендерге бай құлпынай диета ұстанатын адамдар үшін өте қолайлы. Ол тойымды және тәтті болғанымен артық салмақ қоспайды. 11. Сүйек саулығын сақтайды. Құлпынай құрамында кальций, магний және К дәрумені бар. Бұл сүйек тінінің мықты болуына көмектеседі және остеопороздың алдын алады. 12. Жады мен ми қызметін жақсартады. Құлпынайдағы антиоксиданттар мидың қартаюын баяулатып, есте сақтау қабілетін жақсартады. Зерттеулер құлпынайды үнемі тұтыну когнитивтік функцияларды жақсартатынын көрсеткен. 13. Қабынуға қарсы әсері бар. Құлпынай табиғи қабынуға қарсы заттарға бай. Артрит, астма сияқты қабыну ауруларымен күресуге көмектеседі. 14. Ауыз қуысы мен тістерге пайдалы. Құлпынайдағы табиғи қышқылдар ауыздағы бактерияларды жойып, ауыз иісін кетіреді және тістердің ағаруына көмектеседі. 15. Жүкті әйелдерге пайдалы. Фолий қышқылының болуы жүктілік кезінде ұрықтың дұрыс дамуына көмектеседі, жүйке түтігінің ақауларының алдын алады. Егер құлпынайды үнемі дұрыс мөлшерде тұтынсаңыз, ол денсаулығыңызға үлкен пайда келеді. Артық мөлшері кейде аллергия тудыруы мүмкін, сондықтан мөлшерге мән беру қажет. Қосымша сұрақтарыңыз болса, төменге жазып кетсеңіздер болады. Қуана жауап берем. Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.